Бүгін халықаралық сауаттылық күні. Бұл білімнің, оқудың және жазудың адам өмірі мен қоғам дамуындағы шешуші рөлін айшықтайтын маңызды мереке. 1965 жылы ЮНЕСКО ресми түрде бекіткен бұл күн әлемдегі сауатсыздықпен күресті басты бағдар ретінде ұсынады. Сауаттылық тек әріп танып, оқып жазу ғана емес, ол адамның ой өрісін кеңейту, білім арқылы өзін-өзі дамыту, қоғамға белсенді араласуға біледі. Сауатты адам мәдениеті жоғары, экономикасы дамыған, демократиялық құндылықтарды құрметтейтін қоғамды қалыптастырады. Теріс сенім мен бұрыс құндылықтарды алға тартатын деструктивті діни ағымдар көбейіп тұрған бүгінгі заманда сауаттылықтың дін саласы үшін де маңызы айрықша. Кейінгі жылдардағы тәжірибе адастырушы топтарды тыйым салумен, жазалаумен емес, ең бірінші сауаттылықпен ғана жеңу мүмкін екенін айғақтады. Оң солын таныған, діни танымы қалыптасқан адам сананы жаулауға бағытталған сын қатер мен алда барбаудың ығына кетпейтінін уақыттың өзі көрсетті. Бұл әрбір қоғам мүшесі үшін білім алу мен сауат ашудың маңызын білдіреді. Өйткені сауаттылық сақтықтың алғышарты әрі өркениетке бастар даңғыл жол.